Ең алдымен балалық шағыңызға ойыссақ, 4 деген баға алсам жасыл ақша береді. Мүмкін ақша мені мотивировать етті ма? Кәсіпкерлік жолын неден бастадыңыз? Шағын баспахана ашам. Заказдарымды алып бастаймын. Қайырлы күн көрермендер. Бұл ашық әңгіме жобасы және сіздермен бірге мен Ботагөз Рахманова. Бүгін бізде қонақта Қазақстанның Саңыраулар қоғамы қоғамдық бірлестігінің Ақтау оқу өндірістік кәсіпорны мекемесінің директоры, Республикалық қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігінің Маңғыстау облыстық филиалының директоры және Ризана қоғамдық қорының негізін қалаушы Бибігүл Рамазанова. Бибігүл Рамазанова, қош келдіңіз. Сізге алғашқы сұрағымыз, ең алдымен балалық шағыңызға ойыссақ, жасыңыздан еңбек сүюге және ел қамына көз жүгіртуге тәрбиенің бастаушысы кім болды? Қайырлы күн, қымбатты ашық әңгіме жобасының тұрақты көрермендері. Бота сіңлім, мені бүгін осы сұхбат алаңына шақырғаныңа үлкен рахмет. Менің балалық шағым өте керемет өтті. Есімді білгелі мен атам, әжем және мен үшеуміз бірге тұрдық. Мен үйдің еркесі болдым. Немеренің ең алғашқысы, тамақтың ең дәмдісінде жейтін мен болдым. Тәттілер де менікі болды. Көйлектің ең қымбаты да менікі болды. Сол себепті менің осы еңбекқор, ештеңеден тарылмай, ештеңеден ұялмай қызмет етуіме ең бірінші түрткі болған ол атам мен әжемнің маған берген тәрбиесі деп ойлаймын. Атам өте еңбекқор кісі болды, қызметте болды, ал әжем үйдің тірлігімен айналысатын. Үйде 3 келіні бола тұра барлығын бөлек шығарып, әжем, атам және мен үшеуміз тұрдық. Үйіміз үнемі өте мұнтаздай таза. Сабақты 4 пен 5-ке оқыдым. Сабақта үлгерімім барлығын атам мен әжем қарап отырды. Және мектеп кезінде барлық балалар 1 қыркүйекте сабаққа барса, мен 11 қазан күні бардым мектепке. Ол күнде есімде, өйткені ол кезде барлығы қара фартукпен жүргенде, мен атаммен ақ фартугімді киіп, 1 ай кейін бардым. Өйткені мен 6 жасқа толмаған деп қыркүйекте мені алған жоқ. 5 жаста болдым қыркүйекте. Менің туған күнім қазанда. Қазанның 11 күні менің туған күнім күні мені ол кезде даярлық сыныбына апарған болатын. Атам мен әжем үнемі 5 деген баға алсам қызыл ақша береді, 4 деген баға алсам жасыл ақша береді. Сол мені үнемі сондай, мүмкін ақша мені мотивировать етті ма, әйтеуір мен сабақ оқуым өте жақсы болды. 27 жасыңызда жеке кәсіпкер болған екенсіз. Кәсіпкерлік жолын неден бастадыңыз? 27 жасымда жеке кәсіпкер болдым. Ол кезде мен мектепте ауылда қарапайым мұғалім болатынмын, жас маман. Бірақ есімде сол кездері адамдардың барлығы жеке кәсіпкер болып тіркеліп жатты. Бір күні мен мектепте мұғалім бола тұра компьютердің құлағында ойнаймын. Компьютердің, интернеттің басқа көрші мектептерге қарағанда интернеттің жылдамдығын, жаңа интернеттің бөлінген қаражатты освоение жасау барлығын біздің мектеп өте үнемі уақытында орындап тұрды. Сол кездері мен 27 жасымда менің осы компьютерде қағазды жақсы басатыным, слайдтарды жақсы жасайтыным барлығы ауылдың әкімдігінің көзіне түседі. Ауыл әкімінің ол кезде халыққа есеп беруі деген шығып жатқан кез, мен үнемі ауылдың әкімінің есебін, презентациясын жасаймын PowerPoint-пен. Сөйтіп бір күні маған мынандай ұсыныс түседі. Бибігүл, сен компьютердің құлағында ойнайсың, жеке кәсіпкерлерге грант берейін деп жатыр. Өзінің кәсібін ашатын адамдардың барлығына Лукойл компаниясы грант беріп жатыр. Сен сол грантқа қатысып қара дейді әкімшілік.
мен сол грантқа қатысып 465 мың теңге ұтып аламын. Сөйтіп мен ауылда компьютермен қағаз басатын шағын баспахана ашамын. Типография дейді ғой. Сол кезден бастап менің кәсібім өрлей бастайды. Сол кезде мен білемін, аудандық емханаларда, мысалы біз қан тапсыру, несеп тапсыру деген қағаздардың, бланкылардың барлығын олар тапсырыспен алады екен. Сөйтіп жүріп мен ең алғашқы заказдарымды алып бастаймын. Бала денсаулығы, ана денсаулығы деген кітаптар шығарамын. Жарты күн жұмыста, жарты күн мен өзімнің баспаханамда жүріп, ең бірінші 200 мыңға тапсырыс аламын, содан кейін 500 мыңға. Есімде мен алғашқы көлігімді сол тапсырысқа сатып алғаным. Содан кейін Түпқараған ауданы Баутино ауылында қандай бизнес жоқ, сол кәсіптің барлығын жасап жүрдім. Мысалы, бірінші типография. Ол кезде шағын кәсіпкерлерге өте жақсы көмектер болды. Қандай? Мысалы, бизнес-инкубатор деген ғимараттар берілді. Үлкен ғимарат, бір бөлмені алсаң, 10 мың теңгеге жалға алуға болады. Сол ғимаратты алып, өзім бір бұрышта компьютерлерін тұрды, манағы 465 мың теңгеге алған. Содан кейін мен ауылдан әйелдердің бетін әрлеп, прическа жасап, макияж жасап жүрдім. Сөйтіп келіндердің бетін әрлеп, шашын жасап жүріп, типография ашылды. Одан кейін мен ауылда қалыңдық салонын аштым. Одан кейін қайтадан жаңа грант беріліп жатыр деп Canon деген фотоаппарат сатып алам, фотосалон ашам. Бір күні фотосалонмен маған осындай ұсыныс түседі Энкок компаниясынан. Бүгін бір шырша той болайын деп жатыр. Балалар деген мүмкіндігі шектеулі балаларға біз қазір елка жасаймыз, шырша. Сіз фотоға түсіріп шығарып беріңіз дейді. Маған төленген ақша 15 мың теңге. Мен сол шыршаға келген барлық мүмкіндігі шектеулі балаларды фотоға түсіріп шығарып беруім керек. Сол кезде бір Айдаһар шығады, Аяз ата шығады. Сосын мені жалдаған адамдарға айтамын, мынау кімдер? Ой, бұл адамдарды біз драма театрдан алып келдік, Ақтау қаласынан. Бұл адамдарды 150 мың теңгеге жалдап алдық дейді. Мен 15 мың теңгеге жалданып тұрмын. Ақтаудан келген 4 әйел 150 мың теңгеге жалданып тұр. Сол жылы мен қасыма команда жинап, шырша той жасайтын болып кеттім. Мен неге 150 мың теңге таппаймын? Мен неге 15 мың теңге тауып жүрмін деп. Сөйтіп менде команда болады. Сол жылдан бастап мен үнемі 2011, 12, 13 ауылдағы барлық шырша тойлар, тойханалардағы барлық корпоративтер 26-сынан бастап 31-не шейін мен асаба болады менің өзім. Содан кейін той ұйымдастыру, қалыңдықтарды кіргізу, барлық қызметті жасадым. Содан ең соңғысы жасаған қызметімнің кәсіпкерлікте мен гүлдер дүкенін аштым. Гүлдер дүкенін ашу кезінде ауылда, енді мен бірдеңе ашсам, ауылда келесі адам сол бизнесті қайталайды ғой бізде қазақтар. Мысалы, шаштараз ашылды. Одан мен білдім, шаштараздар көбейіп бара жатыр. Енді қалыңдық салон ашылды. Қалыңдық салонына мен бетін әрлеп, шашын жасап, фотоға түсіріп жүрдім. Одан менің қалыңдық салоныма шармен әсерлеу керек болды тойды. Шарды да Ақтауға барып оқып үйреніп келетінен. Сол кезде мен ауылда не жоқ, барлық затты ең бірінші болып аштым ауылда. Сол кездегі энергия есімде. Бір күні мен шармен безендіру, ауылда ашылған жаңа ғимараттың барлығына шар ілу керек, әкім лента қию керек, жаңадан балабақшалар ашылды, жаңадан больницалар ашылды, мосттар ашылды. Сон барлығын мен шарларым ілініп тұратын. Бір күні есімде анама келіп жыладым. Себебі мен 8 мың шар үрем бір күнде. Бір тәулікте 8 мың шар үріп боламын да. Мамам айтам, шаршадым, шардың иісі жаман. Сол кезде мамам айтты, 40 жасқа дейін өзіңнің барлық армандарыңны, мақсатыңды қойда,
өзіңнің жағдайыңды 40 жасқа дейін жасап ал Бибігүл қызым. 40 жасқа дейін сенің бұндай жұмыс жасайтын энергияң болмайды. Сол кезде 40 жастан кейін сен осы жасап жүрген жұмысыңның жемісін көресің дейді. 40 жастан кейін біз үлкен сатыға көтерілдік. Қазір Құдайға шүкірміз. Барлық жеткен жетістігіме менің ата әжем еңбек қорғылып мені тәрбиелеген және ата-анам. Бірақ үлкен рөлда атам Рамазан деген кісі менің өміріме үлкен сабақ болған сол кісі деп ойлаймын. Маңғыстауда алғашқылардың бірі болып, әлеуметтік кәсіпкерлікті қолға алғаныңызды білеміз. BR Coffee Social Project әлеуметтік кофеханасы қалай ашылды? Мен ауылда жеке кәсіпкер болып жүрдім. Содан кейін үнемі ауылдың, ауданның қоғамдық жұмыстарына белсенді араласып жүрдім. Мектепке жол акциясына көмектесе қоям, қайырымдылық жасаймын, немесе қалыңдық салоным бар кезде жағдайы жоқ адамдар үйленіп жатса, мысалы жарты бәсіне бере қоямын. Көп деген қайырымдылықты көп жасадым. Сол кезде бір күні маған мен 2010 жылдың үздік жас кәсіпкері деген үлкен қолыма номинациямен әкімнің қолынан марапат қағазын алам. 2010 жылы жылдың үздік жас кәсіпкері деген. Бұл менің 30-31 жасым, шатаспасам. Содан кейін белсенді қоғамдық жұмыстарға араласып жүргенімді көреді де маған осындай ұсыныс түседі. Бибігүл, мүмкін сіз қоғамдық ұйым ашарсыз. Солай мен 2016 жылы Риза ана қоғамдық қорын ашамын. Қазақстанның Саңыраулар қоғамы қоғамдық бірлестігінің Ақтау оқу өндірістік кәсіпорны мекемесі өз жұмысын қалай бастады? Сонымен біз құлақ естімейтін адамдармен жұмыс жасап бастадық. Жалпы Қазақстан Республикасы бойынша мүгедектер қоғамдық ұйымдары бар екен. Енді қараңыз, біздің Қазақстан Республикасы бойынша Соқырлар қоғамы деген қоғам бар екен. Ол жерде барлық көзі көрмейтін адамдар тіркеулі, және Қазақстан Республикасының Саңыраулар қоғамы бар екен. Біздің үлкен басшыларымыз Астана қаласында кәдімгі үлкен басшыларымыз бар. Менің кофеханама олардың көзі түседі. Сонымен 2023 жылдың жаз айларында маған Қазақстан Республикасының Саңыраулар қоғамының президенті Ақтауға ұшып келеді. Ол біздің түгел балаларымызбен танысады, біздің кофеханаға қызығады, өйткені басқа өңірде жоқ екен. Осындай именно Саңырау балалар жұмыс жасайды. Барлық біздің қызметкерлеріміздің бәрі құлақ естімейтінін көріп таң қалады. Басқа өңірлердің барлығында тігін цехы бар екен, мебельный цех бар екен. Осындай именно жастарға арналған менде кілең жас балдар, ол кофе қайнататын, официант деген жұмыстар. Содан кейін олар келіп маған айтады: Бибігүл, біздің Қазақстан Республикасының Саңыраулар қоғамы деген қоғам бізде тек Ақтауда, Маңғыстауда филиалымыз жоқ. Оқу өндірістік кәсіпорнынан сізге ұсыныс берейін деп едім. Сіз директор болуға қалай қарайсыз дейді. Сөйтіп жүріп, мен қуана ұсынысты қабыл алып, осы Саңыраулар қоғамы жанындағы оқу өндірістік мекеменің директоры болып, былтыр 23 жылдың қазан айында тағайындаламын. Ол оқу өндірістік кәсіпорын болғандықтан біз ол жерге тігін ашуымыз керек. Біз ол жерге мебельный цех ашуымыз керек екен. Интернетте мемлекеттік сатып алу деген портал болады. Барлық мекемелер қазір, мысалы баяғыда бар ақша бөледі, порошок сатып алады, ақша бөледі, постельный белье сатып алатын еді ғой. Қазір барлығы мемлекеттік сатып алу деген порталмен жүзеге асады. Госзакупки. Осы Саңыраулар қоғамы арқылы біз порталға кіре аламыз. Порталда біз мемлекеттік сатып алуға кіріп, осы қазір біз тігіп жатырған бүткіл дүнияларымызды больницаға болсын, балабақшаға болсын, бәріне простыня пододеяльник керек.
біздің мақсат сол закупке кіру. Сол үшін біз Саңыраулар қоғамымен бірлесе отырып жұмысымызды бастап кеттік. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қоғаммен тығыз байланысы болғаны дұрыс деп өз сөзіңізде айта кеттіңіз. Есту қабілеті шектеулі жандар үшін тігін цехын ашу туралы ой қалай келді? Сонымен осы кофеханадан кейін біз Қазақстан Республикасының Саңыраулар қоғамының көзіне түстік. Олар бізді директор қылып тағайындады. Содан кейін мен басқа жан-жағыма қарап бастадым. Саңыраулар қоғамымен мен тағы не істей аламын деп, сонымен басқа облыстарда тігін шеберханасы бар екенін көремін. Қарасам, Ақтөбеде тігін шеберханасы бар екен, Атырауда бар екен. Атырауда туылғаннан зейнеткерлікке дейін 700-800 құлақ естімейтін адам болса, Маңғыстауда туылғаннан зейнеткерлікке дейін 1280 адам бар екен. 80-нің ар жақ бер жағы. Республикалық қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігіне қалай келдіңіз? 2021 жылы менің ұялы телефоным шырылдап, маған осы Маңғыстаудағы белгілі кәсіпкер Тәрбия бренд сәнеуі қазақ шапандарды білесіз ғой. Сол Тәрбия Айдынбаева апам телефон шалады. Бибігүл сіңлі, мен Алматыдан хабарласып тұрмын, Тәрбия деген апаңмын. Оның алдында таныстық екеуміз. Менің саған ұсынысым бар. Осы республикада қазақ аналары дәстүрге жол деген қоғамдық бірлестік ашылып жатыр. Соларға Маңғыстаудан филиал ашуға, Маңғыстаудан пысық қыз керек деп жатыр дейді. Бұл 2021 жылдың қараша айлары болатын. Мен қоғамдық жұмыста ішінде біте қайнасып жүргендіктен бірден иә деген жауап беремін. 2021 жылы мен желтоқсан айында Астанаға ұшып барамын. Сол жерде Республикалық қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігінің президенті Жүгінісова Айнұр Серікқызымен танысамын. Жүгінісова Айнұр Серікқызын, ол актриса, продюсер, ол Мирас Жүгінісов, Мұхаммедәли Жүгінісов деген балалардың анасы, өнерлі балалардың анасы. Біздің Айнұр Жүгінісова ханымға менің көзқарасым, пікірім, қоғамдық өмірім ұнап, бірден ол маған сондай ұсыныс жасайды. Менде ол да маған ұнайды, мен оған ұнаймын. Сөйтіп біз 2022 жылы ақпанда осы Маңғыстаудан филиал ашамыз. Ендігі әңгімені Ризана қоғамдық қорына бұрсақ, жалпы осы қордың жетістіктері қандай бағдарламалар мен жобалар түсіріледі, айтып өтсеңіз. Енді Ризана қоғамдық қор туралы мана айттым. Ауыл әйелдеріне бір кәсіпкерлікке баулу, өзім ауылдың әйелі болып бастадым ғой бұрын 2009-2010 жылдары. Сол ауыл әйелдеріне арналған қор болғандықтан мен оны Риза ана дедім. Риза деген сөз қалай орысша айтқан довольная мама деген сөз ғой. Енді барлық аналар риза болып жүрсе, аналарымыз аман болып күліп жүрсе, барлығы отбасыда бәрі керемет болады деген мағынада. Сол қор бүгінде ауыл әйелдерін деп басталған қорымыз бүгінде республикаға танымал. Өйткені біздің жобаларымыз топ жарып жатыр. Біз қазір қоғамдық ұйымдар мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен жұмыс жасайды. Мысалы, біздің атқарып жатқан жұмысымыздың бір тармағы қазір тек қана аналарға қатысты емес. Мысалы, Маңғыстау облысының жұртшылығының құқықтық және қаржылық сауаттылығын арттыру деген жобамыз бар. Өзіңізді қоғамдық өмірдегі жолын әдемі жүріп келе жатырған үлкен тұлға ретінде білемін. Қорытынды ретінде көрермендерге не айтар едіңіз? Ұлтқа жалпы осы менің қоғамдық өмірімді қарап отырсақ, мен қоғамдық өмірде халыққа бір пайдамды тигізіп келетін сияқтымын өзіме. Және биыл менің 43 жасымды тойладым және өзіме есеп беріп бастадым. 40 жастан кейін өзіме есеп беріп бастадым. Сосын менің айналамда кім, достарым кім, ортам кім, мен немен айналысып жүрмін деген сұрақтарға жауап іздедім. Биыл мен көрдім жақсы ортада келе жатқанымды. Себебі менің қарамағымда қазір 40-қа жуық адам жұмыста. Оның 35
36-сы құлақ естімейтін адамдар. Менің қазір үлкен командам бар. Бір інім айтады ғой, Бибігүл апа, сізді әлеуметтік желіден қарап келе жатсам, бірінші ИП Рамазанова болдыңыз, одан Ризана, одан БР кофе ашылып, одан қазір оқу өндірістік мекеме ашылды, одан тігін цех. Сіз үлкен холдинг боласыз. Холдинг деген бірнеше мекеменің басын біріктіру ғой. Мен айтып жатырмын, әумин, Бибігүл апа, сіз әдемі келе жатсыз, холдинг боласыз деп. Осы холдингіміз бұйыртса келе жатырған, тура жолда келе жатқанымды түсінемін өзім, және қайырымды жолда келе жатырмын деп ойлаймын. Мүмкіндігі шектеулі жандарға жұмыс бере отырып, мен осы адамдардың өмірімен таныстым. Одан бөлек біз бір баланың кредитін жауып жатырмық. Мысалы, 2 миллионнан астам кредитін жауып бердім бір оразада. Себебі маған Астанадан келіп тұр, үй ештеңесі жоқ. 2 миллион 15 мың теңге кредиті болды. Ол баламның мен кредитін жауып, Каспий Голдын ашып бердім. Маған ол түкке тұрған жоқ. Мен Фейсбукта пост жаздым, мен Мақсат деген балама, сіз осы ораза айында садақаны беріңіз. Ол баламның голды жоқ, қазір қиын жағдайда деп. Әлеуметтік кәсіпкерлерге қазір гранттар беріп жатыр. 5 миллиондық грантты биыл тек әлеуметтік кәсіпкерлерге беріп жатыр. Бұның өзі үкіметтің бізге, президентіміздің жақсы көзбен қарауы, мүмкіндігі шектеулі жандарға көмегі деп ойлаймын. Және болашақта әрбір бизнесмен әлеуметтік кәсіпкерлікті қолға алып, әрбір бизнесмен өзіне бір 3 мүмкіндігі шектеулі адамды жұмыспен қамтыса, онда біздің мүмкіндігі шектеулі адамдар далада қалмайды. Бибігүл Дүйсенғалиқызы, осылай ашылып бүгін бізде қонақта болғаныңызға рахмет. Құрметті көрермендер, келесі сұхбатта жолыққанша аман сау болыңыздар.